Сәлем достар, біз бүгін Астана телеарнасынан көрсетіліп жатқан Дастан телехикаясы туралы сөз қозғайтын боламыз. Лайкты аямай басып, пікірді толтырып жазып кетіңіздер. Дастан телехикаясы Түркияда 2021 жылдың 23 қарашасынан бастап көрсетілді. Соңғы бөлімі 2022 жылдың 15 қыркүйегінде ұсынылды. Дастан елі мен жер үшін жанын берер тау қызы мен қан баласының махаббат оқиғасы. Туынды отқа оранып, суға батып, талай асулар мен белестерді бірге өткерген ақ қыз бен батуғаның тағдырын баяндайды. Кейін ғашықтардың дастаны әдемі аңызға айналады. Дастанның негізгі тақырыбы түріктер ислам дінін қабылдағанға дейінгі 8 ғасырда өтеді. Эпика Қытай бастаған қақпаның кесірінен жаяу әскерлері қаза тапқан Алпағу ханнан басталады. Осы опасыздықтан кейін оның інісі Баламир Ябғу Қытай сарбазынан Алпағудың әйелі Талсим Хатунның опасыздық жасағанын және әкесі екеуі көк қағанатын жою үшін Қытаймен одақ құрғанын көрсететін жазбаны табады. Бұны білген Алпағу Талсим Хатунды өлтіреді, сөйтіп оның ұлы Батуға жетім қалады. Бұл тарихи сериалдан көріп фантастикалық элементтері көп сериал. Оның сюжеті тарихи дастандар мен жырлардан алынған. Басты рөлдерді Ebru Шахин, Эдип Тепелі, Сәлім Байрақтар, Канболат Көркем Арслан, Денис Барут, Элип Тоған сомдады. Қызықты деректердің бірі сериалдың 2 маусымның сценарийіне көңілі толмаған продюсер Мехмет Боздақ жобадан кететіндігін жариялаған. Дастан сериалы туралы қысқада нұсқа айтарымыз осы. Қай тақырыпта видео керек болса пікірге жазып кетіңіздер. Лайк қоюды ұмытпаңыздар.